Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Менің кешегі видеодағы, кешегі емес енді алдындағы шығар, кешегі сол алдындағы видеодағы серверім жоғалып кетті. Сондықтан мен бүгін басқа сервер ашқан жоқпын. Сол сервердегі үйлер бәрі жоғалып кетті. Білмеймін, серверде сондай проблема болып қалды. Шешем де ойлаймын, осындай болып кетті. Ал енді бәріне белгілі оң жақ бұрышта тұр. Мен жаңа ғана кірген едім осы. Ал енді мен үйімді салып, сөйтіп выживать етуім керек. Мен ағашқа айналдырып алмасам, анадай ағашты, қайын ағашты, наны палкаға айналдырып алдым. Енді верстакты алып, верстактан оған кирка жасаймын. Мә, киркасыныз қайдағы кирка? Балға атын ұмытып қалдым ғой. Білмеймін орысша аты. Кирка деген басқасы еді. Топор бәсе. Үйсі айтады, ағашта сындырып үйімді салып алуым керек. Сындырып алып үйімді салуым керек. Келесі серияларда бәлкім кірерсіздер емес, кіріңіздер осы серверге. Мен мына ағаштар жинап болғанша маған бірінші рет көріп отыр, маған подписация жасамасаңыз подписация жасап, тегін лайкты аямай басыңызшы, тегін комментарийді аямай жазыңызшы. Мына ағаштар сындырып болайын, подписация етіп лайкты басыңыздар тезірек. Маған просто 1000 подписчикке, жоқ 1000 емес, 100-200 подписчикке жеткім келеді. Сондықтан мен сразу үлкен жоба бастап өткенім біртүрлі секілді. Айтпақшы, мен осы елдің президентімін. Менің қасымда достарым да бар. Қазір ойнап жатырған жоқ. Келесі серияларда кіретін болады. Ал енді мен осы серияда, алдыңғы сериядағыдай үйімді салып өмір сүретін боламын. Білмеймін алда не болатынын, бірақ достарым кіріп қалмаса кіріңдер деп жазған едім. Айтпақшы, қазір інім кіруім керек, Бекасыл деген кіру керек. Білмеймін қазір қашан кіретінін, бірақ кірем деді қазір. Айтпақшы, бізде Қаламыстанда вице-президент деген бар, ал бізде вице-президент ол кірмеді әлі, бірақ ол алдағы уақытта кірем деді. Алихан деген досым. Ал менің Аймұрат деген досым бар, ол осында полиция полковникпін деді. Полковник боламын деді, ал бірақ білмеймін, ал солардан сұрақ көру керек. Мына ағаштар тезірек сындырып алуым керек. Әлі де лайк баспаған болсаңыздар, тезірек басыңыздар және комментарий жазыңыздар. IP мына жоғарда, оң жақ жоғарда тұр, немесе описаниеден қарасаңыздар болады. Порт 2 версия, ол әрине Bedrock Edition, сосын 1.26.3 немесе ар жағы .1 десе де болады. Мен ағаштарды, менің топорым сынып қалды ғой. Ой, жарайды, ештеңе етпес. Бір амалы болар да қуып кетсең. Тезетін сындырып алайын. Верстак жасап, топор жасағайын. 45 ағаш, 45 4-ке көбейтсе 90, 180 ағаш шығу керек екен. 180 ағаш шығу керек. Ал енді мен тездетіп қазіргі салатын үйімді көргім келіп тұр. Тездетіп ағаштарды толтырып жинап алуым керек. Түнде зомбилардан өліп қалып жүрмейін.
жүрмейін. Ал енді мен деген алдында жазған едім стрим болады деп. Мен онымен бір стрим ашайын деп жатырғанда білмеймін, менде деген осылай шығып кетті. Не үшін екені белгісіз, бірақ түсінбедім. Егер түсінген білген болсаңыздар, жауабын білетін болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер комментарийге. Мен не үшін тұрғанын түсінбедім, сөйтіп шығып тұр. Мен негізі орыс тілге де түсінбеймін, кішкене сөздерге түсінетін болдым, оп-оңай сөздерге, бірақ негізі орысша дым түсінбеймін. ок дегенді бассам шыға жүреді, подробный дегенді бассам бір нәрсеге алма палка ағаш толып тұр екен. Егер серверге кіргілеріңіз келсе, түн батып кетті. Мен енді зомбилардан қашып осы жерге тығылайын деп тұрмын. Осы жерге тығылып отырмасам зомбилар мені жеп түседі. Астыға қарта қазып мен осы жерлерді, мынау топормен сындырып жатыр ма, киркамен сындырмай ма, осы жерлерде мен түнейтін боламын. Жалғыз өзім, менің інім әлі кірген жоқ. Мен мына тамақты қойып қояйын, піссін тезірек, сосын жеп алайын. Піскенге дейін менің тамағым пісті, қазір жеп алайын. Дәмі күшті екен. Алманың дәмі қалай күшті. Таң атты, мен сыртқа шығып бара жатырмын. Түн мен шахтадан до конца қазған болатынмын түнде. Мен мыналарды сындырып алып кетейінші, верстакпен отты. Мынау сынбайды ғой. Тезірек сындырып алып кетейін. Мына сындырса осылай пеш болып, жоқ, пеш болып тұрмайды екен. Осылай болып қалады екен. Бәрі шашылып. Ал жарайды, мен үйімді қай жерге салсам болады, соны іздеп көрейін. Қаяққа салсам болады екен үйімді? Қаяққа салсам болады екен үйімді мен? Ал жарайды, іздейін. Мен үйімді салатын жерді таптым. Енді мен осы жердің астын полын салып алайын. Ар жақта менің інім Бекасыл келем деді, қазір кіріп жатырмын деді. Көрінбейді әзірше. Жарайды, үйді сала берейін. Бекасылды мен көрдім, Бекошаны. Қазір соған қарта баратын боламын. Зомби? Кеттім мен. Зомбиға мені өлтіріп тастауым. Мәні аты көрінді ғой. Не деп тұр? Бекас 5837 деп тұр екен. Короче, мен бұған бидеп жазып жіберейін. Чат басыл. Мынау ағылшын тілінде тұр. Сәлем деп жаз. Мен экран запись жүріп боп жатыр. ютубқа видео салам. Сәлем деп жазам екен, көрейік. Анау анаяққа кетіп қалды ғой. Сәлем деп жазам екен, жазатын болар. Сәлем деп сіздерге айтып, мына аяқта шайқас басталып кетті.
шайқастың соңы үйімнің полын аяқтап тастайын. Үйімнің полын аяқтап қалдым. Ал енді қабырғасын жарын салуға кірістім. Соғыс аяқталды. Ал сау болыңыздар. Осымен видео аяқталды.